Құрметті тыңдарман, кейде адамның жүрегін опасыздық емес, шындықты ең соңғы болып естігені көбірек ауыртады. Мен 12 жыл бойы өзімді бақытты елмін деп жүрдім. 2 баламыз өсіп бере жатты. Жұрт бізді үлгілі отбасы деп айтатын. Ал мен күйеуімнің менен басқа тағы бір отбасы бар екенін бәрінен кейін білдім. Бұл менің өмірімді түбегейлі өзгерткен оқиға. Менің атым Айдана. Биыл 40 жасқа толдым. Кейде өткен өміріме көз жүгіртсем, бәрі түс сияқты көрінеді. Бірақ сол түстің ішінде оянғым келмейтін күндер де болды. Ерланмен алғаш танысқаным әлі есімде. Жаздың жайма шуақ кеші еді. Қалалық саябақта құрбыларыммен серуендеп жүргенмін. Қолында кішкентай қарындасын жетектеп келе жатқан жігітке көзім түсті. Баланың шашын сипап, балмұздақ алып беріп тұрғанын көргенде, ішімнен неткен мейірімді адам деп ойлағанмын. Сол кештен кейін тағдыр бізді тағы жолықтырды. Әңгімеміз жарасты, күлкіміз жарасты, арманымыз жарасты. 2 жылдан кейін шаңырақ көтердік. Алғашқы жылдары қолымызда көп дүние болған жоқ. Жалдамалы пәтерде тұрдық. Қыста қабырғадан суық өтіп тұратын. Кейде айлыққа дейін ақшаны жетпей қалатын. Бірақ біз бақытсыз болған жоқпыз. Керісінше. Сол жоқшылықтың өзінде бірге шай ішіп отырып күлетінбіз. Түнде жарық сөніп қалса, телефонның шамын жағып алып, армандарымызды айтатынбыз. Ерлан әрдайым сабыр ет, бір күні бәрі өзгереді дейтін. Мен сенетінмін. Өйткені оның сөзіне күмән келтіруге еш себеп жоқ еді. Жылдар өте бәрі расымен өзгерді. Ол жақсы қызметке орналасты. Біз өз үйімізді алдық. Көп ұзамай ұлымыз дүниеге келді. 3 жылдан кейін қызымыз өмірімізді шаттыққа толтырды. Үйімізде балалардың күлкісі үзілмейтін. Демалыс сайын 4-еуміз бірге серуенге шығатынбыз. Жаңа жылда шашаны бірге безендіретінбіз. Жазда балаларды көлге апаратынбыз. Әлеуметтік желідегі суреттерімізге қарап, неткен жарасымды отбасы, қызығып қараймыз. Осындай отбасы бәріне бұйырсын деп жазатын адамдар көп болатын. Мен де сол пікірлерді оқып отырып күлімсірейтінмін. Өйткені олардың айтқаны өтірік емес сияқты еді. Шынымен де мен өзімді бақытты сезінетінмін. Бірақ қазір ойласам, бақыттың ортасында жүріп бір нәрсені байқамай қалыппын. Ерлан ешқашан телефонын қараусыз қалдырмайтын. Түнде ұйықтарда да жастығымын астына қоятын. Жуынуға кірсе де өзімен бірге алып кететін. Мен мұны ешқашан күмәнмен қабылдамадым. Жұмыста маңызды құжаттар бар шығар деп ойлайтынмын. Кейде кешкі ас үстінде оның телефоны дірілдеп кететін. Ол экранға 1 секунд қарап алатында, жұмыстан екен, кейін сөйлесемін деп қоя салатын. Мен сенетінмін. Өйткені сенім бар жерде күдік өмір сүрмейді. Сол кезде менің білмегенім. Сенімнің ең қауіпті жауы өтірік емес екен. Ең қауіптісі адамды күмәндануға мүмкіндік бермейтін ұзақ жылдарға созылған жалған тыныштық екен. Бір күні сол тыныштықтың тас талқаны шығатынын мен әлі білмейтінмін. Адамның жүрегі кейде ақылынан бұрын сезеді екен. Бірақ біз сол сезімді мойындағымыз келмейді. Мен де мойындамадым. Керісінше, ішімдегі әлгі белгісіз мазасыздықты басқа нәрселермен ақтап алуға тырыстым. Жұмысы көбейген шығар, шаршап жүрген болар. Жасы да 40-қа жақындады ғой. Осындай ойлармен өзімді жұбаттым. Өйткені күмәнданудан қорықтым. Бір күні кешкі ас әзірлеп жүргенімде Ерланның телефоны тағы дірілгеді. Ол жуынуға кіріп кеткен еді. Бұрын ешқашан оның телефонына қарамағанмын. Сол жолы да қолыма алмадым. Бірақ экранда жарқ етіп шыққан бір сөйлем көзіме еріксіз түсті. Қашан келесің? Біз күтіп отырмыз. Бар болғаны осы. Жіберушінің аты сақталмаған. Тек нөмір. Мен бір сәт қатып қалдым. Біз. Неге мен емес? Неге біз? Сол сәтте ванна бөлмесінің есігі ашылды. Ерлан сыртқа шықты. Мен ештеңе байқамағандай шәйнекті қолыма алдым. Ол телефонын алып экранға көз жүгіртті. 1 секундқа ғана. Бірақ оның жүзіндегі өзгерісті анық көрдім.
Кәдімгі сабырлы адамның жанарында қысқа ғана үрей жылт етті. Сосын бәрі бұрынғы қалпына келді. «Кім екен?» деп сұрадым жай ғана. «Жұмыстан», дауысы тым тез шықты. «Кешке тағы шығуы мүмкін», мен басымды изедім. Сол түні алғаш рет ұйқым қашты. Ерлан баяғыдай тыныш ұйықтап жатты. Ал мен төбеге қарап ұзақ жаттым. Бір сөйлемнің өзі адамды осынша ойландырады деп кім ойлаған? Келесі апталар бұрынғысынан өзгеше өте бастады. Ерлан жұмыстан кеш келетін болды. Кейде жиналыс ұзап кетті. Кейде клиентпен кездестім. Кейде басшылық шақырды. Сылтаулардың бәрі шынайы естілетін. Өйткені ол ешқашан абыржымай сөйлейтін. Мен де сенуге тырысатынмын. Бірақ бір нәрсе өзгерген еді. Ол үйге келгенде бұрынғыдай балалармен ұзақ ойнамайтын болды. Қызы: «Әке, қуыршақтың үйін жасап берші» десе, «Ертең қызым, қатты шаршадым» дейтін. Ұлым футбол добын алып шықса, демалыста ойнаймыз. Сол ертең мен демалыс күндері келе бермейтін. Балалар байқамаса да мен байқап жүрдім. Бір сенбі күні біз туған күнге баруымыз керек болатын. Балалар таңертеңнен дайындалды. Қызым жаңа көйлегін киіп, айнаның алдында билеп жүр. Ұлым галстугын байлай алмай әуреленіп жатыр. Мен дастарханға апаратын тортты қорабына салып жатқанмын. Сол кезде Ерланға қоңырау келді. Ол ештеңе деместен балконға шығып кетті. Есікті жауып алды. Бұл бұрын болмаған. 5 минут өтті, 10 минут өтті. Қайтып кіргенде жүзі сұп-сұр еді. «Не болды?» дедім. «Шұғыл жұмыс шықты. Бүгін сенбі ғой?» «Білемін. Бірақ бармасам болмайды». Қызым жүгіріп келді. «Әке, бірге барамыз ғой». Ерлан оның маңдайынан сүйді. «Кешірші ботам, келесі жолы міндетті түрде». Қызым ештеңе демеді. Тек көйлегінің етегін умаждап тұрып қалды. Сол сәтте менің жүрегім бір түрлі ауырлап кетті. Бұрын ол жұмыстан гөрі балаларды бірінші орынға қоятын. Енді бәрі керісінше сияқты. Кешке үйде үшеуміз ғана отырдық. Балалар ұйықтап қалды. Мен ас үйдегі шамды ғана жағып, үнсіз шай ішіп отырдым. Сыртта жаңбыр жауып тұр. Терезеге соққан тамшылардың дыбысынан басқа ештеңе естілмейді. Сағат түнгі 11-ге таяғанда Ерлан үйге келді. Киімнен бөтен иіс аңқып тұрды. Бұл мені қолданбайтын әтірдің иісі еді. Өте нәзік, бірақ анық сезіледі. «Кездесу ұзаққа созылды ма?» деп сұрадым. Ол бір сәтке кідірді, сосын күлімсіреп: «Иә, клиенттермен мейрамханада отырдық. Мен басымды изедім. Бірақ дәл сол сәтте ішімде әлдене сынып кеткендей болды. Мен әлі ештеңені дәлелдей алған жоқпын, бірақ алғаш рет өзіме мына сұрақты қойдым: егер ол маған өтірік айтып жүрсе ше?» Сол түні мен ұзақ уақыт көзіле алмадым. Ал ертеңінде мен мүлде күтпеген бір оқиға болады деп ойламаған едім. Ерланның бәрін түсіндіріп беретініне сенгім келді. Мүмкін шынымен жұмысы көбейген шығар. Бәлкім мен артық ойлап жүрген шығармын. Осындай ойлармен өзімді жұбаттым. Бірақ тағдыр кейде сен қашып жүрген жауапты өз қолыңмен ашқызады екен. Дүйсенбі күні таңертең балаларды мектепке шығарып салдым. Ерлан асығыс жиналып жатты. «Бүгін ерте қайтасың ба?» дедім. «Білмеймін, көп жұмыс бар». Ол кілтін алып есікке беттеді. Бәл сол сәтте телефоны шырылдап кетті. Ерлан қалтасынан шығарды. Экранға қарады, қоңырауды өшірді. Сосын маған бұрылып, «Кейін сөйлесемін» деді де сыртқа шығып кетті. Бәрі бұрынғыдай. Бірақ бір айырмашылық болды. Ол телефонын ас үй үстелінің үстінде ұмытып кеткен еді. Мен орнымнан тұрған жоқпын. Телефонға да қарамадым. Бірнеше секундтан кейін есік қайта ашылды. Ерлан жүгіріп кірді. Ең алдымен көзі телефонды іздеді. Ол оны қолына алып, жеңіл тыныш шығарды. «Ұмытып кетіппін». Мен үнсіз ғана басымды іздедім. Сол сәтте мені мазалаған нәрсе телефон емес еді. Мені оның телефонды іздегендегі үрейі шошытты. Сол күннен бастап мен өзгердім. Мен аңдуға кіріскен жоқпын. Қалталарына ақтарылмадым. Хабарламаларын бұзбадым. Бірақ байқай бастадым.
Ол аптасына 2 рет бірдей уақытта үйден шығатын. Жұмыс жиналысы. Бір қызығы, жиналыс әрдайым кешкі 7-ден кейін басталатын. Үйге түн ортасында келетін. Кейде көйлегі жаңа үтіктелгендей тап-таза болатын. Кейде сақалы таңертеңгімен салыстырғанда өзгеше көрінетін. Мұндай ұсақ дүниелерді бұрын байқамаппын. Бір күні кір жуатын киімдерді жинап жүріп, шалбарының қалтасынан чек тауып алдым. Қымбат балалар дүкені. Алынған заттар. Қыз балаға арналған спорттық аяқ киім. Қызғылт түсті рюкзак. Су бөтелкесі. Мен чекке қайта-қайта қарадым. Біздің қызымыздың аяқ киімі жаңа ғана алынған, рюкзағы да бар. Мүмкін біреуге сыйлық шығар деп өзімді жұбаттым. Бірақ чектегі күн кеше ғана болатын. Кешке ол үйге келгенде дастархан басында әңгіме бастадым. Бүгін бір қызық болды. Не болды? Сенің қалтаңнан чек тауып алдым. Оның қолындағы қасық ауада тоқтап қалды. Бар болғаны 1 секунд, бірақ мен оны байқап үлгердім. Қандай чек? Балалар дүкенінен. Ол су ішіп алды. Әріптесімнің қызының туған күні болды. Сыйлық алғанмын. Жауабы дайын еді. Мен тағы үндемедім, өйткені бұл өтірік екенін дәлелдей алмайтынмын. Сол түні жастығымның астына басымды қойып ұзақ жаттым. Кенет көзірмеме Ерланның бір сөзі түсті, бірнеше жыл бұрын. Сен мені ешқашан қызғанбайсың ба? Жоқ. Неге? Өйткені саған сенемін. Сонда ол күліп, осы сеніміңді ешқашан жоғалтпа. Сол сөзді есіме түсірген сайын жүрегім ауыратын. Өйткені дәл қазір мен жоғалтқым келмеген жалғыз нәрсе сол сенім еді. Бірақ сенімнің орнына үнсіздік келіп жатқанын сездім. 2 күннен кейін күтпеген жағдай болды. Кешкілік телефон соғылды. Бейтаныс нөмір. Алло? Арғы жақ бірнеше секунд үнсіз тұрды, сосын әйел адамның жай ғана дауысы естілді. Кешіріңіз, мен Ерланды іздеп едім. Мен. Бұл оның жұбайы. Кім болып едіңіз дедім. Арғы жақтағы әйелде үнсіз қалды. Бірнеше секунд, сосын байланыс үзіліп кетті. Телефон қолымда қала берді, ал жүрегім бұрын соңды болмаған қатты дүрсілдеп тұрды. Сол түні ұйықтай алмадым. Телефонның ар жағындағы әйелдің даусы құлағымнан кетпеді. Ол менің, бұл оның жұбайы деген сөзімді естігенде неге үнсіз қалды? Неге өзін таныстырмады? Неге бірден тұтқаны қоя салды? Осы 3 сұрақ таң атқанша миымды жеді. Ерлан болса, ештеңе болмағандай теледидар қарап отырды. Мен оған әлгі қоңырау туралы бірден айтқым келді. Бірақ өзімді тоқтаттым. Егер ол шынымен ештеңе білмесе ше, ал егер бәрін білсе, онда оның жауабын көзінен оқығым келді. Ертеңіне кешкі ас үстінде жай ғана сөз бастадым. Саған кеше бір әйел хабарласты. Ерлан шай ішіп отырған. Кесе еріне жеткен күйі тоқтап қалды. Қандай әйел? Білмеймін, атымды сұрады. Не деді? Ештеңе. Мен өзімді жұбаймын дегенде тұтқаны қоя салды. Ол үнсіз қалды. Бірнеше секунд. Сосын иығын қиқаң еткізіп, қате нөмір шығар. Осы 4 сөзді айтқанда көзі менікінен тайып кетті. 12 жыл бірге тұрған адамды алдау оңай емес екен. Өтіріктің өзі емес. Өтірік айтқандағы көзқарасы өзгеріп кетеді екен. Сол күннен кейін Ерлан бұрынғыдан да сақ бола бастады. Телефоны үнемі дыбыссыз режимде. Жұмысқа ертерек кетеді, үйге кешірек келеді. Кейде түннің ортасында балконға шығып сөйлесетін болды. Мен есікті ашып тыңдаған жоқпын, бірақ оның сыбырлап сөйлейтінін байқайтынмын. Бұрын біз бір-бірімізден ештеңе жасырмайтын едік. Енді бір үйде тұрсақ та, арамызға көрінбейтін қабырға тұрғызылғандай еді. Бір жұма күні қызым жүгіріп келді. Анашым, ертең әкем мектептегі мерекеме келеді ғой. Мен күлімсіреп, әрине келеді. Өйткені Ерлан өзі уәде берген. Қызым 2 апта бойы сол күнді күтіп жүрген. Кешке Ерлан келгенде есіне салдым. Ертең 11-де мектепке барамыз. Ұмытқан жоқсың ба? Ол бір сәт ойланып қалды. Ертең болмайтын сияқты.
Неге? Маңызды кездесу шықты. Мен үндемедім, ал қызымыз бәрін естіп тұр екен. Ол бөлмесінің есігінен қарап тұрды. Көзіндегі қуаныш бір сәтте сөніп қалды. Жарайды әке, бар болғаны осыны айтты. Сосын бөлмесіне кіріп кетті. Сол күні кешке оның жастығының жылағаннан дымқыл болып қалғанын көрдім. Мерекеге балалардың әкелері түгелде жуық келген. Бірі гүл ұстап тұр, бірі камераға түсіріп жүр. Қызым сахнадан қайта-қайта есік жаққа қарай берді. Әкесін күткенін мен ғана түсіндім. Бағдарлама аяқталды. Ол жүгіріп келіп мені құшақтады. Әкем жұмыста ма? Иә, қызым. Келесі жолы келеді ғой. Мен оның шашынан сипадым. Иә, бірақ өз даусымның өзіме сенімсіз шыққанын сездім. Сол күні кешке үйге қайтып келе жатып дүкенге кірдім. Кассаның кезегінде тұрғанда көзім таныс көлікке түсті. Ерланның көлігі. Жиналыста еді ғой. Ішім біртүрлі болып кетті. Мен көліктің қасына бармадым. Тек алыстан қарап тұрдым. Бірнеше минуттан кейін дүкеннің есігі ашылды. Алдымен Ерлан шықты. Артынша шамамен менімен шамалас жастағы әйел шықты. Оның жанында 7-8 жасар ұл бала бар еді. Бала еш ойланбастан Ерланның қолынан ұстай алды. Ерлан да оның қолын босатпады. Олар дәл әке мен бала сияқты қатар жүріп бара жатты. Мен тұрған жерімде қатып қалдым. Жүрегім, жоқ, бұл мүмкін емес деп айқайлап тұрды. Бірақ көзім көрген нәрсені жоққа шығара алмадым. Үйге қалай жеткенімді білмеймін. Көлікті аулаға қойдым, бірақ сыртқа шығуға шамам келмеді. Рөлге сүйеніп ұзақ отырдым. Көз алдымнан жаңағы көрініс кетпей қойды. Ерлан, бейтаныс әйел. Оның қолынан ұстап келе жатқан бала. Ең қорқыныштысы, олардың ешқайсысы жасырынуға тырысқан жоқ. Өйткені оларды ешкім көрмеді деп ойлаған. Үйге кіргенімде балалар теледидар қарап отыр екен. Қызым жүгіріп келіп құшақтады. Анашым, әкем келе ме бүгін? Мен күлімсіреген болдым. Иә, келеді. Осы өтірік аузымнан қалай шығып кеткенін өзім де түсінбедім. Балаларға әкесінің басқа өмірі болуы мүмкін екенін қалай айтамын? Олар үшін Ерлан әлі де әлемдегі ең жақсы әке еді. Түнгі 9 шамасында Ерлан келді. Қолында балаларға тәттілер. Ұлыма жаңа доп алып келіпті. Қызыма сүйікті шоколады. Балалар мәз. Олар әкесіне жабысып қалды. Мен ас үйден қарап тұрдым. Жаңа ғана басқа баланың қолынан ұстап келе жатқан адам дәл қазір менің балаларымды құшақтап тұр. Қайсысы шынайы? Мынау ма? Әлде бірнеше сағат бұрын көргенім бе? Сол түні мен бір шешім қабылдадым. Енді күмәнмен өмір сүрмеймін. Шындық қандай болса да білуім керек. Ертеңінде Ерлан жұмысқа кеткен соң мен де үйден шықтым. Бұл менің өмірімдегі ең ауыр күндердің бірі болатынын сездім. Алдымен кешегі дүкенге бардым. Тұрақтағы күзетші әлі жұмысында екен. Жақындап барып, кешіріңіз, кеше кешкісін мына көлік осы жерде тұрды ма деп, Ерланның көлігінің суретін көрсеттім. Күзетші суретке бір қарап алды. Иә, бұл көлік жиі келеді. Жүрегім зу ете қалды. Жиі ме? Аптасына 1-2 рет келетін сияқты. Мен үндемей қалдым. Отбасымен келеді ғой, деді күзетші, ештеңеден күмәнданбай. Ана кішкентай бала әкесінен бір елі қалмайды. Отбасымен келеді. Осы сөз жүрегіме пышақтай қадалды. Мен дүкеннен шығып көлікке отырдым. Жылағым келді. Бірақ көз жасым шықпады. Адамның жаны тым ауырғанда жылай да алмай қалады екен. Келесі бірнеше күн бойы Ерланды бақыладым. Бір күні ол, 2 күндік сапарға шығамын деді. Бұрын мұндай сөзге еш күмәнданбайтынмын. Бұл жолы ішім тынышталмады. Ол кеткен соң түске дейін күттім. Сосын көлігіме отырып, оның артынан жүрдім. Қолым дірілдеп тұр. Егер мен қателессем ше? Егер бәрі рас болса ше? Екі ой бір-бірімен арпалысып келеді. Ерлан қаланың сыртындағы жаңа ықшамауданға бұрылды. Мен алыстан ғана бақылап отырдым. Ол 4 қабатты үйдің алдына тоқтады. Көліктен түсті. 1 минут өтпей жатып кіреберістен әлгі әйел шықты.
Бұл жолы жанында кешегі ұл ғана емес, шамамен 4-5 жастағы кішкентай қыз да бар еді. Қыз жүгіріп барып, Ерланның мойнына асылды. «Әке!» Даусы анық естілді. Менің демім ішіме тығылып қалды. Ерлан қызды көтеріп алып, маңдайынан сүйді. Сосын төртеуі күліп, кіреберіске қарай беттеді. Дәл сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Бұл кездейсоқ кездесу емес еді. Бұл жасырын роман да емес еді. Бұл нағыз отбасы болатын. Ал мен сол отбасының бар екенін соңғы болып білген адам едім. Мен көлікте отырып қалдым. Қолымдағы телефон шырылдай бастады. Экранда Ерлан деп жанып тұр. Мен телефонға ұзақ қарап отырдым. Ол дәл қазір маған қай жерде екенін айтып, тағы бір өтірік айтатынын сездім. Телефон безілдеп тұр. Экраннан күлімсіреп тұрған Ерланның суреті көрінді. Сол суретті бірнеше жыл бұрын өзім түсіргенмін. Балалармен көл жағасында жүрген кезіміз. Сол күні біз өмір бойы осылай бақытты өмір сүреміз деп ойлағанмын. Қоңырау тоқтады. Бірнеше секундтан кейін қайта соқты. Бұл жолы тұтқаны көтердім. «Алло, қайдасың?» Даусы сондай сабырлы, ештеңе болмағандай. Мен көзімді әлгі көп қабатты үйден алмадым. Үйдемін. Бұл өмірімдегі ең ауыр өтіріктің бірі еді. Ал сол сәтте Ерлан менен де ауыр өтірік айтып тұрғанын білетінмін. Мен Шымкентке шығып бара жатырмын. Жол ұзақ, кейін хабарласамын. Шымкент. Ал ол менен 200 метр жерде тұр. Жақсы, жол жүр дедім. Телефонды қойдым. Бір тамшы жас бетінен сырғып түсті. Мен оның басқа әйелді сүйгеніне емес, көзіме тіке қарап, өтірік айтқанына жыладым. Жарты сағаттай көліктен шықпадым. Кейін өзімді қолға алып үйдің алдына жақындадым. Кіреберістің жанында орындықта отырған егде жастағы әйел бар екен. Сәлем беріп қасына отырдым. Біраз ауа райы туралы сөйлестік. Сосын байқамай сұрақ қойдым. «Мына 3-ші подъезде жас отбасы тұрады ғой?» Әжей бірден басын изеді. «Ерлан мен Айнұрды айтып тұрсың ба?» Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Ол оның атын біледі. Демек, бұл бір күндік оқиға емес. «Иә, солар. Жақсы адамдар. Осында көшіп келгендеріне 8 жылдай болды. Балалары сондай тәрбиелі». 8 жыл. Мен көзімді жұмдым. 8 жыл бұрын біздің қызымыз дүниеге келген еді. Сол жылы ол тағы бір үйге көшкен. Әжей күлімсіреп сөзін жалғастырды. Ерлан жұмыстан кеш келсе де, балаларын қыдыртпай қоймайды. Нағыз әке. Нағыз әке. Мен бұл сөзді бұрын мақтанышпен еститінмін. Қазір ол сөз жанымды тіліп өтті. Үйге қайтып бара жатқанда өзімді айнадан көрдім. Көзім ісіп кеткен. Бірақ ең қатты өзгергені жанарым еді. Таңертеңгі айдана жоқ болатын. Оның орнына шындықты көрген әйел отырды. 2 күннен кейін Ерлан іс-сапардан оралды. Қолында магнит. «Саған алып келдім». Магниттің үстінде Шымкент деп жазылып тұр. Ол оны күлімсіреп тоңазытқышқа жапсырды. Мен үндемедім. Өйткені ол магниттің қай дүкеннен алынғанын емес, оны қандай ниетпен әкелгенін ойлап тұрдым. Өтірігін дәлелдеу үшін. Сол түні ол ұйықтап қалғанда мен ұзақ отырдым. Біздің үйдегі альбомдарды аштым. Тойымыз, ұлымыздың дүниеге келген күні, қызымыздың алғашқы қадамы, туған күндер, демалыстар. Әр суретте біз күліп тұрмыз. Кенет ойыма бір сұрақ келді. Сол күндердің қайсысында ол 2-ші үйіне барып жүрді екен? Мен баламның туған күнін өткізіп жатқанда, ол басқа баласының туған күніне де қатысқан жоқ па? Жүрегім тағы қысылып кетті. Таң ата бере бір шешімге келдім. Мен енді тек Ерланды емес, сол әйелді де көргім келді. Оның бәрін білетінін. Әлде мен сияқты алданғанын анықтауым керек еді. Себебі менің ішімдегі бір дауыс. Бұл оқиға сен ойлағаннан да күрделі, деп сыбырлап тұрды. Таңертең балаларды мектепке шығарып салдым. Үй іші тым-тырыс. Бұрын тыныштықты жақсы көретінмін. Сол күні үнсіздік жанымды қысып бара жатты.
Мен қайтадан әлгі ықшам ауданға бардым. Бірақ бұл жолы көлікте күтіп отырмадым өзіме. Не болса да бүгін бәрін білемін дедім. Қолым мұздап кеткен. Қоңырау түймесін басуға бірнеше минут батылым жетпеді. Ақыры есік ашылды. Алдымда менімен шамалас жастағы әйел тұр. Шашын жинап қойған. Үстінде қарапайым үй көйлегі. Жүзінен шаршағаны байқалады. Бірақ көзі жылы екен. Сәлеметсіз бе? Мен бір сәт не айтарымды білмей қалдым. Кешіріңіз, сіз Айнұрсыз ба? Иә. Сізбен маңызды әңгімем бар еді. Ол маған таңырқай қарады, бірақ есікті жаппады. Кіріңіз. Үйге кіргенімде жүрегім зу ете қалды. Дәлізде ер адамның аяқ киімі тұр. Еш күмәнім қалмады. Қонақ бөлмесіне өткенде көзім қабырғадағы суреттерге түсті. Алғашқы сурет. Ерлан. Қасында Айнұр. Ортада екі бала. Төртеуі күлімсіреп тұр. Екінші сурет. Теңіз жағасында. Үшінші сурет. Жаңа жыл. Төртінші сурет. Кішкентай қыздың туған күні. Әкесі торт ұстап тұр. Сол әке менің күйеуім еді. Тізем дірілдеп кетті. Айнұр менің суреттерге қарап қалғанымды байқап, шай қояйын ба деді. Дауысы сондай қарапайым. Еш нәрседен бейхабар адамның дауысы. Мен ақырын ғана. Ерлан үйде жоқ па? Жоқ, іссапарда. Осы сөзді естігенде ішімнен ащы күлкі келді. Іссапарда. Дәл осы сөзді ол маған да айтқан. Біз ас үйге отырдық. Үнсіздік ұзаққа созылды. Айнұр әңгімені өзі бастады. Кешіріңіз, сізді танымай тұрмын. Мен қолымды үстелдің үстіне қойдым, дірілдеп тұр. Менің атым Айдана. Ол жымиып басын изеді. Танысқаныма қуаныштымын. Ал мен үшін сол сөзді есту өте ауыр болды. Өйткені бірнеше секундтан кейін оның өмірі де өзгереді. Мен терең дем алдым. Ерланды қайдан танысыз? Ол таңырқап күлді. Қызық сұрақ қойдыңыз ғой, ол менің күйеуім. Әлем тоқтап қалғандай болды. Мен дәл осы жауапты күткенмін, бірақ естігенде бәрібір жаным күйреп кетті. Қанша жылдан бері? 10 жылдан асты. 10 жылдан асты. Мен көзімді жұмдым. 12 жыл бұрын мен Ерланға тұрмысқа шыққанмын. Демек, 2 жылдан кейін ол екінші өмірін бастап кеткен. Айнұр орнынан тұрып шкафтан альбом алып келді. Мынау біздің некеміз. Ол суреттерді ақтара бастады. Мен бірден байқап қалдым. Ешқандай ахат жоқ. Ешқандай ресми неке куәлігі жоқ. Тек ауылдағы шағын той. Суретке түскен адамдар. Ақ көйлек. Бата. Мен ақырын ғана сұрадым. Ресми некеге тұрдыңыздар ма? Ол басын шайқады. Жоқ. Ерлан құжаттарын рәсімдей алмай жүрмін деп айтты. Кейін жасаймыз деді. Кейін. 10 жыл бойы сол кейін келмеген. Сол сәтте мені жүрегімдегі ашудың орнын басқа сезім басты. Айнұр. Ол да мен сияқты алданып жүрген әйел еді. Ол мені емес, өтірікті жақсы көріп келген екен. Ал дәл сол сәтте ол әлі де менің кім екенімді білмейтін. Мен енді айтуға мәжбүр едім. Қолымдағы шай кесесі салқындап кеткен, бірақ еш қайсымыз оған шол созбадық. Айнұр маған күлімсіреп қарап отыр. Ал мен оның өмірін бір ауыз сөзбен тас талқан ететінімді түсіндім. Ішімнен, мүмкін үндемей кетіп қалайын, деп те ойладым. Бірақ үндемей кетсем, ол тағы қанша жыл өтірікпен өмір сүрер еді. Мен терең тыныс алдым. Айнұр, мен сізге өте ауыр сөз айтқалы отырмын. Ол маған таңырқай қарады. Не болды? Даусым дірілдеп шықты. Мен Ерланның заңда елімін. Бөлме ішін өлі тыныштық басты. Ол бірден жауап бермеді. Тек маған қарап отырды. Сосын ақырын жымиды. Кешіріңіз, түсінбедім. Біз 12 жыл бұрын ресми түрде некеге тұрдық. Жоқ. Ол басын шайқадады. Бірдеңені шатастырып тұрған шығарсыз. Мен сөмкемді аштым. Әмиянымнан жеке куәлігімді шығардым. Артынша неке куәлігінің суретін телефонымнан ашып көрсеттім. Біздің тойдағы суреттер, балаларымыздың суреттері, үйіміздің алдындағы отбасылық фотолар. Айнұрдың жүзі біртіндеп бозарып бара жатты. Ол телефонды қолына алды, ұзақ қарады, қайтадан қарады. Сосын маған емес,
Бос қабырғаға қарап қалды. Бұл мүмкін емес. Даусы әрең шықты. Ерлан, маған әйелі бірнеше жыл бұрын қайтыс болғанын айтқан. Менің жүрегім тағы бір рет шым ете қалды. Өтірік, тағы бір өтірік. Бірақ бұл жолы ол тек мені емес, басқа бір адамның тағдырында күйреткен екен. Айнұр орнынан тұрып кетті. Керезенің алдына барып ұзақ тұрды. Ығы дірілдеп тұр. Мен үндемедім. Оған уақыт керек екенін түсіндім. Бірнеше минуттан кейін ғана ол маған бұрылды. Көзінен жас тоқтамай ағып жатыр. Сонда мен кіммін? Осы сұраққа менде жауап жоқ еді. Ол жалғастырды. Мен 10 жыл бойы өзімді оның жары деп жүрдім. Балаларымды соның тегіне жаздырдым. Оның айтқанының бәріне сендім. Ол сапарда жүргенде сағынатынмын. Келгенде қуанып қарсы алатынмын. Ал ол басқа үйге кетіп бара жатқан екен ғой. Дауысы үзіліп кетті. Менің де көзімнен жас шықты. Сол сәтте біз қарсылас емес едік. Біз бір адамның өтірігінің құрбаны болған екі әйел едік. Біраздан кейін Айнұр маған бір қорап әкелді. Мынаны қараңызшы. Ішінде хаттар, ашық хаттар, суреттер. Ерлан оған әр туған күн сайын жазыпты. Өміріме келгенің үшін рахмет. Балаларымыздың анасы болғаным үшін бақыттымын. Сен менің жалғыз бақытымсың. Мен әр сөйлемді оқыған сайын өзіме де сондай хаттар жазғаны есіме түсті. Тіпті кейбір сөздер өзгермеген. Бір ғана айырмашылық бар. Есіміміз басқа. Ал сезім туралы сөздері бірдей. Мен еріксіз. Маған да дәл осылай жазатын дедім. Айнұр басын көтерді. Екеуміз бір-бірімізге қарадық. Сол сәтте біз шындықты толық түсіндік. Ол екі өмір сүріп қана қоймаған. Екі әйелге де бірдей армандарды айтып келген. Кенет бөлмеден кішкентай қыз жүгіріп шықты. Анашым! Ол мені көріп тоқтап қалды. Қолында сурет дәптері бар екен. Қарашы, әкем екеумізді салып қойдым. Қағазға қарадым. Ортада Ерлан, бір жағында Айнұр, екінші жағында екі бала. Үстіне үлкен әріптермен бізді отбасымыз деп жазып қойыпты. Тамағыма бір нәрсе кептеліп қалғандай болды. Бұл бала ештеңеге кінәлі емес. Менің балаларым да кінәлі емес. Бірақ бір адамның таңдауы 4 баланың тағдырын бір-бірімен байлап қойған еді. Мен орнымнан тұрдым. Айнұр, Ерлан бүгін кешке қайтатын айтты ма? Ол көз жасын сүртті. Иә, кешке келеді. Мен басымды изедім. Онда бүгін кешке біз үшеуміз сөйлесеміз. Бұл әңгімені енді кейінге қалдыруға болмайтын еді. Кешкі сағат 7. Мен әлгі үйдің алдында көлікте отырдым. Жаңбыр себелеп тұр. Алдыңғы әйнекке тамған тамшылар сырттағы көріністі бұлдыратып жіберген. Дәл менің өмірім сияқты. Сағат 7:30-да қара түсті таныс көлік аулаға кірді. Ерлан. Ол көліктен түсіп, артқы орындықтан үлкен ойыншық аюды алды. Сосын дүкеннен алған бірнеше пакет. Әдеттегідей жымиып келе жатыр. Ештеңеден күмәнданбайды. Есікті ашып, үйге кіріп кетті. Мен тағы 5 минут күттім. Жүрегім кеудемнен шығып кетердей соғып тұр. Ақыры көліктен түсіп подъезге кірдім. 3-ші қабат. Есік жартылай ашық екен. Іштен балалардың күлкісі естіледі. Сол күлкі жүрегімді одан сайын ауыртты. Мен қоңырауды бастым. Есікті Ерланның өзі ашты. Алғашқы секундта ол күлімсіреп тұрды. Мені көрген бойда жүзі өзгеріп кетті. Қан қашып, өңі бозарып сала берді. Айдана! Ол тек осыны ғана айта алды. Мен ештеңе демедім. Үнсіз ішке кірдім. Қонақ бөлмесінде Айнұр тұр екен. Біздің көзіміз түйісті. Екеумізде бүгін не болатынын білетінбіз. Тек Ерлан ғана білмейтін. Балаларды Айнұр көрші бөлмеге кіргізді. Есікті ақырын жапты. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Ерлан орнынан қозғалмай тұр. Көзқарасы кезек маған, кезек Айнұрға түседі. Бұл не болып жатыр? Мен алғаш рет оның көзіне тіке қарадым. Сен айт. Ол үндемеді.
Қайсымызға бірінші өтірік айттым? Жауап жоқ. Маған ба? Әлде Айнұрға ма? Ол маңдайын ұстап диванға отырды. Бұрын ешқашан оны мұндай күйде көрмеппін, бірақ аяғым келген жоқ. Өйткені бұл қорқыныштың себебі шындық емес еді, ұсталу еді. Бірнеше минут бойы ешкім сөйлемеді. Ақыры Ерлан ауыр күрсінді. Мен ешкімге жамандық жасағым келген жоқ. Мен еріксіз күліп жібердім. Сол күлкі өзіме де бөтен естілді. Ешкімге ме? Даусым дірілдеп шықты. 12 жыл бойы маған өтірік айтып жүрдің. Оған 10 жыл өтірік айтып жүрдің. 4 балаң бар. Солардың ешқайсысы бір-бірінің бар екенін білмейді. Сосын, ешкімге жамандық жасағым келмеді дейсің бе? Ерлан басын төмен салды. Айнұр осы уақытқа дейін үндемей отырған. Кенет ол жай ғана сұрақ қойды. Айтшы. Дауысы сондай әлсіз еді. Мен саған кім болдым? Ерлан жауап бермеді. Әйелің бе? Әлде жай ғана өтіріктің бір бөлігі ме? Ол үнсіз қалды. Айнұр көз жасын сүртіп алды. Маған сенің жарың қайтыс болды дегенде сендім. Балаларға әкелерің өте көп жұмыс істейді деп айттым. Сені күттім, сағындым. Сен үшін дұға жасадым. Ал сен... Осы кезде оның дауысы үзілді. Мен сөмкемнен неке куәлігіміздің көшірмесін шығардым. Үстелдің үстіне қойдым. Айнұр да өзіндегі суреттерді алып келді. Ерлан үнсіз қарап отыр. Екі түрлі өмір, екі түрлі үй, екі түрлі мереке, екі түрлі туған күн. Бірақ екеуінде де бір адам. Сол сәтте менің телефоным шырылдады. Ұлым хабарласып тұр. Анашым, я балам, әкем қашан келеді? Мен көзімді жұмдым. Жауап бере алмадым. Телефонның ар жағынан қызымның дауысы естілді. Айтшы анашым, әкетем бізді жақсы көреді ғой. Көзімнен жас ыршып кетті. Я, әкең сендерді жақсы көреді. Телефонды қойған соң бөлмеде ауыр үнсіздік орнады. Ерлан екі қолмен бетін басты. Мүмкін сол сәтте ол алғаш рет өзінің екі әйелді ғана емес, 4 баланың тағдырын да жаралағанын түсінген шығар. Бірақ кейбір кешірімдер кеш сұралады, ал кейбір жаралардың орны ешқашан толық жазылмайды. Сол түні біздің ешқайсымыз бұрынғы өмірімізге қайта орала алмайтынымыз анық. Сол кеште ешқайсымыз айқайлаған жоқпыз. Ешкім ыдыс сындырмады. Ешкім бір-біріне қол көтерген жоқ. Кейде ең ауыр жанжал үнсіз өтеді екен. Ерлан орнынан баяу тұрды. Бірнеше рет сөйлегісі келді, бірақ сөзі шықпады. Ақыры, кешіріңдер деді. Мен оған ұзақ қарап отырдым. Сен осы сөзді кімге айтып тұрсың? Ол үнсіз қалды. Маған ба? Әлде Айнұрға ма? Әлде 4 балаңа ма? Жауап болмады. Айнұр орнынан тұрып бөлменің есігін ақырын ашты. Балалар мультфильм көріп отыр екен. Екеуі де ештеңеден хабарсыз. Кішкентай қыз әкесін көріп, әке, қарашы, сурет салып қойдым деп, қуанып жүгіріп келді. Ерлан оны құшағына алмақ болды, бірақ қолы ауада тоқтап қалды. Қыз ештеңені түсінбей күлімсіреп тұр. Менің көз алдыма дәл сол сәтте өз қызым келді. Ол да дәл осылай әкесін құшақтайтын. Бір әкені екі үйде екі қыз күтіп жүргенін ойласам, жүрегім ауырып кетті. Мен үйге қайтуға жиналдым. Есіктің алдына шыққанда Айнұр соңымнан келді. Айдана, мен бұрылдым. Балаларға не айтамыз? Бұл сұрақты естігенде өзімді ұстай алмадым. Өйткені дәл осыны мен де күні бойы ойлап жүргенмін. Білмеймін. Даусым әрең шықты. Бірақ олардың ешқайсысы өзін кінәлі сезінбеу керек. Айнұр басын изеді. Я, біз үлкендердің қателігін балалар көтермеу керек. Ол көз жасын сүртіп, мен қызымның әкесін жек көріп өскенін қаламаймын деді. Мен де бірден жауап бердім. Мен де қаламаймын. Біз алғаш рет бір-бірімізді құшақтадық. Кеше ғана бір-бірімізді танымайтын едік. Бүгін тағдыр бізді бір қайғының ішінде табыстырды.
Үйге кіргенімде балалар ұйықтамапты. Қызым диванда мені күтіп отыр екен. Анашым, «Я қызым, әкем келе ме?» Мен оның қасына отырып қолынан ұстадым. Бұрын өтірік айтатынмын, бұл жолы айта алмадым. Әкең біраз уақыт бізбен тұрмайды. Қызымның жүзі өзгеріп кетті. Мен бірден істеп қойдым ба? Осы сөзді естігенде жүрегім шым ете қалды. Балалар үлкендердің ажырасуына ең алдымен өзін кінәлайды екен. Мен оны құшағыма қыстым. Жоқ жаным, сен ештеңеге кінәлі емессің. Ағаң да кінәлі емес. Бұл сендердің емес, үлкендердің мәселесі. Қызым үнсіз жылады. Мен де жыладым. Ертеңіне таңертең Ерлан үйге келді. Қолында шағын сөмке ғана бар. Ол балаларды мектепке шығарып салғанымды күтіпті. Үйге кірген соң ұзақ үнсіз тұрды. Сосын үйдің қабырғасына көз жүгіртті. Балалардың суреттері, отбасылық фотолар, жаңа жылдағы естеліктер. Бәріне ұзақ қарап шықты. Мен кетемін деді ақырын. Мен ештеңе демедім. Балалармен сөйлесуге рұқсат бересің бе? Мен біраз үнсіз қалдым. Сосын, олар сенің балаларың. Бірақ енді бір нәрсені ұмытпа. Ерлан маған қарады. Сен бұрын 2 үйдің арасында өмір сүрдің. Енді 4 баланың алдында бірдей әке болуға міндеттісің. Ол басын төмен түсірді, сөмкесін көтерді, есікке қарай жүрді. Табалдырықтан шығар алдында бір сәт тоқтады. Бәлкім, осы үйге соңғы рет қарап тұрғанын түсінген шығар. Есік баяу жабылды. Мен диванға отырып қалдым. Үйдің іші бұрын соңды болмағандай бос көрінді. Бірақ сол бос кеңістіктің ішінде бір ғана ой қайта-қайта орала берді. Ең ауыр сынақ енді басталды. Ата-аналардың алдында Ерлан кеткеніне 3 күн болды. Үйдің іші бұрынғыдай емес. Тыныштықтың өзі өзгеріп кеткен. Бұрын кешкісін есік ашылған сайын балалар «Әке келді» деп жүгіретін. Енді әр дыбысқа елеңдеп барып, көңілдері түсіп қайтады. Мен үшін ең қиыны сол еді. 4-ші күні Ерлан хабарласты. Сөйлесе аламыз ба? Не туралы? Ата-аналарға бәрін айту керек. Мен үнсіз қалдым. Осы күннің бәрібір келетінін білетінмін. Өтірік мәңгі өмір сүрмейді. Бір күні міндетті түрде шындықтың алдында тізе бүгеді. Сенбі күні ауылдағы үлкен үйге жиналдық. Ерланның әке-шешесі, мен, Ерлан. Біраз уақыттан кейін Айнұр да келді. Оны көргенде қайненем таңырқап қалды. Бұл кім? Ешкім жауап бере алмады. Үйдің ішін ауыр үнсіздік басты. Ақыры Ерлан орнынан тұрды. Мен оны бұрын соңды мұндай күйде көрмегенмін. Дауысы қарлығып шықты. Әке, апа, мен сендерден кешірім сұрауға келдім. Қайынатам қабағын түйді. Не болды? Ерлан бір сәт көзін жұмды. Мен көп жылдан бері 2 отбасы болып өмір сүрдім. Бөлмеші тастай қатып қалды. Қайненем алғашында түсінбей қалды. Не деп тұрсың? Ерлан басын көтер алмады. Айдана да, Айнұр да, менің әйелдерім. Бірнеше секунд ешкім дыбыс шығармады. Кенет қайынатам орнынан атып тұрды. Не дедің? Даусы үйді жаңғыртып жіберді. Өмірімде оны алғаш рет сондай ашулы көрдім. 12 жыл. 12 жыл бойы бізді де алдап келдің бе? Ерлан үндемеді. Бізді де. Қайненем орындыққа жайлап отырып қалды. Қолындағы орамалы жерге түсіп кетті. Ол маған қарады. Сосын Айнұрға қарады. Көзінен жас сорғалап ағып тұр. Қыздарым, екеуіңде ештеңе білмедіңдер ме? Айнұр басын шайқады. Мен де үндемей басымды изедім. Сол кезде қайненемнің даусы дірілдеп кетті. Сонда, екеуіңде менің келінім болып жүрдіңдер ме? Бұл сұраққа ешкім жауап бере алмады. Қайынатам Ерланға жақындады. Сен ер азамат деген атты қорладың. Әйелдерді ғана емес, балаларды да алдадың. Бізді де жерге қараттың. Ерлан алғаш рет жылап жіберді. Ығы селкілдеп тұр. Бірақ дәл сол сәтте оның көз жасына ешкім жұбаныш айта алмады. Өйткені бұл көз жасы тым кеш келген еді.
Үнсіздікті Айнұр бұзды. Ата, біз сіздерді кінәлауға келген жоқпыз. Сіздер де ештеңе білмегенсіздер. Мен оның сөзіне қосылдым. Біз тек өтіріктің енді тоқтағанын қалаймыз. Қайыненем орнынан тұрып бізге жақындады. Алдымен мені құшақтады, сосын Айнұрды құшақтады. Кешіріңдер, ұлымның жасағаны үшін кешіріңдер. Мен оның иығына қолымды қойдым. Бұл сіздердің кінәларыңыз емес. Айнұр да басын изеді. Біз ешкімнен кек алуға келген жоқпыз. Бізге енді тек балалардың болашағын ойлау керек. Сол сәтте қайынатам терең күрсінді. Ең үлкен жазаны сот емес, өз балаларының көзі береді балам. Ерлан басын көтермеді, ал мен сол сөздің рас екенін сездім. Өйткені құлаған сенімді қайта тұрғызу кейде бүкіл өмірге жетпейді. Сол күні біз бір үйден 4 түрлі тағдыр болып шықтық. Бірақ бәріміздің ойымызда бір ғана сұрақ қалды. Енді балаларға шындықты қалай айтамыз? Қайын жұртымның үйінен шыққаннан кейін түні бойы көз іле алмадым. Қызымның «мен бірдеңе дұрыс істемедім бе» деген сөзі құлағымнан кетпей қойды. Балалар үлкендердің арасындағы өзгерісті сөзден бұрын сезеді екен. Біз қанша жасырсақ та, олардың жүрегі бәрін байқап қояды. Енді шындықты тағы соза беруге болмайтынын түсіндім. Ертеңіне Ерлан өзі хабарласты. Дауысы бұрынғыдан мүлде өзгеше еді, шаршаған, бәсең. Балалармен сөйлесейік. Қашан дайын болсаңдар? Мен ұзақ ойландым, сосын бүгін кешке кел дедім. Кешкісін балаларды қонақ бөлмеге шақырдым. Ұлым диванның шетіне отырды. Қызым қасыма келіп қолымнан ұстап алды. Біраздан кейін есік қағылды, Ерлан кірді. Балалар қуанып орнынан тұрды. Қызым жүгіріп барып әкесін құшақтады. Әке! Ерлан оны қатты қысып құшақтады. Көзінен жас тамып кеткенін қызым байқамады. Ұлым да келіп амандасты, бірақ ол бұрынғыдай емес еді. Үлкейіп қалған балалар көп нәрсені үнсіз түсінеді. Біз төртеуміз ұзақ үнсіз отырдық. Ешкім әңгімені бастай алмады. Ақыры Ерлан ауыр дем алды. Балалар, әкелерін сендерден кешірім сұрайды. Қызым аң-таң болып қарады. Не үшін? Ерланның ерні дірілдеп кетті. Өйткені мен сендерді ренжіттім. Қызым бірден басын шайқады. Мен ренжіген жоқпын. Тек үйге келмей кеттің. Осы сөзден кейін бөлмеде тағы үнсіздік орнады. Ұлым кенет сұрақ қойды. Әке, сен енді бізбен тұрмайсың ба? Ерлан жауап бере алмай қалды. Маған қарады. Мен ақырын ғана басымды изедім. Бұл сұраққа өтірік айтуға болмайтын еді. Иә, балам. Біраз уақыт бөлек тұрамын. Ұлым төмен қарады. Біраздан кейін ғана. Бұл сендер ұрысқандықтан ба? Иә. Сонда ажырасасыңдар ма? Менің тамағыма бір нәрсе кептеліп қалғандай болды. Баланың аузынан бұл сөзді есту қандай ауыр. Ерлан орнынан тұрып ұлының жанына отырды. Бұл сендердің кінәларың емес. Екеуің де ештеңеге кінәлі емессіңдер. Сендер менің ең қымбат балаларымсыңдар. Ұлым үндемеді, бірақ көзінен аққан жасты жасыра алмады. Қызым кенет күлімсіреп, онда демалыста бәрібір бірге қыдырамыз ғой. Мен сурет салдым, бәріміз тағы бірге боламыз. Ол үстелдің астынан бүктелген қағазын алып шықты. Суретте 4 адам қол ұстасып тұр. Үстіне үлкен әріптермен «Біз әрқашан біргеміз» деп жазып қойыпты. Мен көзімді тайдырып әкете алмадым. Ерлан да үнсіз қалды. Сол бір баланың суреті біз екеуміздің барлық сөзімізден ауыр еді. Балалар бөлмесіне кіріп кеткеннен кейін біз ас үйде қалдық. Еш қайсымыз сөйлемедік. Біраздан кейін Ерлан ақырын ғана: Айдана, мен бәрін түзеткім келеді. Мен оған ұзақ қарадым. Нені түзетесің? Өткен 10 жылды ма? Балалардың жоғалтқан сенімін бе? Әлде екі әйелдің күйреген өмірін бе? Ол жауап бере алмады. Мен алғаш рет оның көзінен шарасыздықты көрдім. Бірақ кейбір қателіктерді мойындау, оларды түзету деген сөз емес. Ерлан үйден шығып кеткен соң, қызым бөлмесінен қайта шықты. Ол ақырын ғана қасыма келіп отырды. Анашым. Иә жаным.
Әкем бізді бұрынғыдай жақсы көре ме? Мен қызымды құшағыма қыстым. Иә, жаным. Әкеңнің сендерді жақсы көруі ешқашан өзгермейді. Ол біраз үнсіз отырды, сосын мен күтпеген сұрақ қойды. Ал басқа балаларда әкемді әке деп шақыра ма? Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Мен бұл сұрақтың дәл бүгін қойылатынын күтпеген едім. Бірақ шындықтың есігі бір ашылса, артынан ең ауыр сұрақтарда бірге кіреді екен. 13 тарау. Алғашқы кездесу. Қызымның сұрағына бірден жауап бере алмадым. Тек оны құшағыма қысып отырдым. Иә, жаным. Әкеңнің тағы 2 баласы бар. Ол маған ұзақ қарап қалды. Көзінде ашу да, реніш те жоқ. Тек түсінбестік. Сонда олар менің бауырым ба? Тамағым кеуіп кетті. Иә, әкелерің бір. Қызым басын төмен түсірді. Олар бізді біле ме? Жоқ, әлі білмейді. Ол үнсіз ғана бөлмесіне кіріп кетті. Есікті де тарс жаппады. Сол үнсіздік мен үшін кез келген айқайдан ауыр болды. Келесі аптада Айнұр хабарласты. Дауысы сабырлы болғанымен, ішінде қаншама ауырлық жатқанын сездім. Айдана, мен бір нәрсе ұсынсам деймін. Тыңдап тұрмын. Балаларды бірден бәрімен таныстырмайық. Бірақ олар бір-бірінің бар екенін білетін болды. Ертең бір жерден кездейсоқ естігеннен гөрі, шындықты бізден естігендері дұрыс. Мен біраз ойландым. Ол дұрыс айтып тұр. Балалар өтіріктен емес, өтіріктің ұзаққа созылғаннан көбірек жараланады. Қалай ойлайсың? Алдымен үлкендерін таныстырайық. Мен келістім. Жексенбі күні қаланың шетіндегі тыныш саябақты таңдадық. Ешқандай мереке емес, ешқандай ерекше дайындық емес. Тек қарапайым кездесу. Мен ұлымды ертіп бардым. Айнұр өзімен үлкен қызын алып келді. Екеуі шамалас жаста екен. Біз алдын ала ештеңе айтпағанбыз. Балалар өздері сөйлесе бастады. Атың кім? Әмина. Ал сенікі? Әли. Екеуі доп теуіп кетті. Мен алыстан қарап тұрдым. Жүрегім тынышсыз. Олар ештеңе білмейді, бірақ бір-бірімен баяғыдан таныс балалардай тез тіл табысып кетті. Біраздан кейін Әмина ұлыма қарап, «Сенің де әкең жұмыстан кеш келе ме?» деп сұрады. Ұлым жымиып, «Бұрын солай болатын. Қазір бөлек тұрады». Әмина да үнсіз қалды. «Менің де әкем бізбен бірге тұрмайды қазір». Мен еріксіз көзімді жұмдым. 2 бала, 2 түрлі үй, бірақ бірдей сағыныш. Балалар ойын алаңына жүгіріп кеткен соң, Айнұр екеуміз орындыққа отырдық. «Қарашы», ол балаларға қарап күлімсіреді. «Олар ештеңені бөліп жармайды. Ересектер ғана бәрін қиындатып жібереді екен. Мен басымды изедім». Иә, балалардың жүрегі бізден әлдеқайда таза. Сол кезде ұлым алыстан, «Анашым, Әмина екеуміз дос болып кеттік», деп айқайлады. Мен күлімсірегендей болдым, бірақ көзіме жас келіп кетті. Егер бәрі басқаша болғанда, бәлкім олар расымен де бірге өсер ме еді. Кездесу аяқталуға жақын қалғанда ұлым маған келді. Дауысы бәсең. «Анашым, бір нәрсе сұрайыншы». «Сұра балам». «Әминаның әкесінің аты Ерлан екен». Жүрегім дүрсете қалды. «Иә, қызық екен. Менің де әкемнің аты Ерлан». Мен үндемедім. Ұлым тағы біраз ойланып тұрды. Сосын маған тіке қарап, «Анашым, әлде біз бір әкенің балаларымыз ба?» Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Ұлымның сұрағынан кейін бір сәт үнсіз қалдым. Ол тек шындықты күтті. Мен өтірік айта алмадым. «Иә балам, сендер бір әкенің балаларсыңдар». Әмина да естіп қалған екен. «Сонда біз бауырмыз ба?» Айнұр оны құшақтап, «Иә қызым» деді. Балалар бір-біріне қарады. Қорқыныштың орнына жай ғана қызығушылық байқалды. Әли жымиып, «Онда жақсы екен, менің енді қарындасым бар» деді. Әмина да күлімсіреді. «Ал менің ағам бар». Біз айлар бойы қорыққан шындықты олар бір сәтте қабылдады. Әли қолын созды. «Онда достық емес,
бауыр болайық. Жарайды, деді Әмина. Екеуі қайтадан ойнауға жүгіріп кетті. Айнұр ақырын: көрдің бе? Олар бәрін оңай қабылдайды, деді. Мен басымды изедім. Балалар жүрекпен қабылдайды. Сол сәтте арттан дауыс шықты: Айдана! Бұрылсам, Ерлан тұр. Жүзі шашаңқы. Ол балаларға қарап: олар танысып үлгерді ме, деді. Иә, және жақсы қабылдады. Ерлан басын төмен түсірді. Мен осыдан қорқып жүрдім. Айнұр оған тіке қарап: сен балалардан емес, өз қателігіңнен қорықтың, деді. Ерлан үндемеді. Балалар жүгіріп келді. Әке, біз бәрін білдік, деді Әли. Не білдіңдер, деді Ерлан абдырап. Әмина оның қолынан ұстап: біз бауыр екенбіз. Енді бірге ойнасақ бола ма, деді. Ерлан жауап бере алмады. Екеуін құшақтап үнсіз жылады. Мен бір нәрсені түсіндім. Балалардың жүрегінде өкпе жоқ. Бірақ уақыт өте келе сұрақтар туындайды. Онарға жауап беру оңай болмайды. Саябақтан қайтарда Әли: анашым, келесі жолы бәріміз бірге келеміз бе, деді. Мен ойланып қалдым. Бәріміз деген сөздің ішінде енді қанша адам бар еді? Арада айлар өтті. Әркім өз жолмен кетті. Ажырасу рәсімінен кейін сыртқа шықтым. Есіктің алдында Айнұр күтіп тұр екен. Ол маған жақындап: бітті ме, деді. Иә. Ол үнсіз басын изеді. Біз бірнеше минут ештеңе демедік. Сосын Ерлан сыртқа шықты. Біз үшеуміз алғаш рет ешқандай айқайсыз, ешқандай өтіріксіз бір жерде тұрдық. Ерлан төмен қарап: екеуіңнен де кешірім сұраймын, деді. Айнұр ауыр күрсінді. Кешірім сұрау оңай, сенім қайтару қиын. Мен де сабырмен сөйледім. Біз енді өткенді өзгерте алмаймыз. Бірақ балалардың ертеңін бұзбауға міндеттіміз. Ерлан басын изеді. Мен 4 баламның да жанында боламын. Әке ретінде. Бірақ мен екеуінің өмірлеріне енді араласпаймын. Бұл оның алғаш рет берген емес, орындауға тиіс уәдесі еді. Бірнеше ай өтті. Айнұр басқа ауданға көшті. Жаңа жұмысқа орналасты. Балаларын мектепке өзі апарып, өзі алып қайтатын. Бір күні ол маған хабарласты: Айдана, қыздар туған күн жасағалы жатыр. Балалар кездессін, мен келістім. Сол күні 4 бала бір үстелде күліп отырды. Ал біз үлкендер алыстан қарап тұрдық. Ешқандай өкпе айтылмады. Өйткені балалардың бақытынан артық ештеңе жоқ екенін екеуміз де түсінген едік. Уақыт өте келе мен Айнұрды қарсылас емес, тағдырлас адам ретінде қабылдадым. Біз дос болып кеткен жоқпыз, бірақ бір-бірімізді құрметтейтін болдық. Екеумізді де бір адамның өтірігі жаралады. Сондықтан бір-бірімізді жаралаудың еш мәні қалмаған еді. Мен Ерланды кешірдім. Айнұр да кешірді. Бірақ ешқайсымыз өткен өмірге қайта оралмадық. Өйткені кейбір есіктер жабылған соң, оларды қайта ашу дұрыс болмайды.